Так, бүгінгі жұмысымыз микроволновкамен жұмыс істеу. Бұның кнопкалері жұмыс істемейді дейді. Так, біз жалпы мына сыртқы корпусын ашып қойдық қазір бұны. Так, токқа қосамыз. Токқа қосылды. Так, кнопкалерін басып көреміз енді. Так, кнопка істемейді. Ешқандай кнопка жұмыс істемейді бұда. Так, бұны енді тоқтан суырып алдыңғы панельді шешіп аламыз біз қазір. Енді панельді босатып аламыз. Bu yerden bir şu boşaltамыз. Жоғары көтереміз да. Аяқ шығарып аламыз. Енді мына жердегі штирлерін ақтап аламыз. Так, міне панельді қолға алдық енді. Так, енді мына штирді аламыз. Сәл қозғаймыз, қара көтеріледі, одан кейін мына. Енді бұл жолақты қарасаңыздар, міне. Мына контактілер жойылған. Жақындатты. Енді біз осының бәріне қазір қайттан контакты құямыз. Енді біз мына жолақты қайтып контакты болу үшін соединитель клей дейді. Тоқ өткізгіш клей. Осымен мына жолақтарды құйып шығамыз. Мына біреуін бақай бетіп көрсетейін сіздерге. Қалған одан кейін істей береміз. Мынаның бәрін құямыз. Одан кейін немен тексереміз. Так, мынаған кешегі жаңағы тоқ өткізгіш клейімізді жағып шықтық әдемілеп. Артық жерлерін тазалап алып тастадық. Енді бұны орнына қоямыз қазір. Сөйтіп қосып көреміз. İçine su koyuyoruz, muzay su. Қосып тексереміз. Қосылды, кнопкалерін басып көреміз. Стептон. Енді ыстық көреміз. Так, енді басқатып тексеріп көреміз. Стақандағы соусы да істеп тұр.